Сәлем достар, шоколадты капкейки дайындаймыз. Бұл өте оңай рецепт және де барлық ингредиенттер үйден табылады. Алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап аппақ болғанша асықпай араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майды құйып 1 минуттай араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа ұн, разрыхлитель, какаоны қосып араластырамыз. Және осы дайындап алған құрғақ ингредиенттеріміздің жартысын салып араластырамыз. Араласып болғаннан кейін алдын ала жылытып қойған сүтімізді құямыз. Енді қалған ұнды салып араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын. Осындай сұйық болып шығады. Осындай капкейкиге арналған арнайы капсулаларға осы қамырымызды бірдей қылып құйып шығамыз. Міне барлығын осылай бірдей қылып құйып шықтым. Енді осыны қызып тұрған пешке 160 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Пісіп піспегенін ағаш шпажкамен тексерсеңіздер болады. Толықтай суытамыз. Капкейктарымыз суығанша кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге творожный сыр, сахарная пудра, сливки керек болады. Ең алдымен творожный сыр мен сахарная пудраны жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне салқын сливкиді құйып, жақсылап қою крем болғанша араластырамыз. Біздің креміміз қою болу керек. Ыдысымызды төңкерген кезде төгілмейтіндей қою крем керек. Енді осы насатканың көмегімен, менде насатка номері 333, кремімізді капкейкидің үстіне әдемілеп жағып шығамыз. Және капкейкінің кремнің түсін өзгертуге болады. Ол үшін мен осындай топ декордың красителін қолдандым. Аз-аздан қосып, өзімізге керек түсін шығарып аламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.